Сәлем достар, қалайсыздар? Өзімнің туған сіңлім жақында ана атанды, яғни екінші баласын өмірге алып келді. Босанғаннан кейін 80 келі салмақта болды. Босанғаннан кейін өзіңді қолға ал, арықта деп айттым және оны арықтаттым. Дәл қазіргі таңда 80 келіден 64 келі салмаққа түсті. Босанғаннан кейін қалып кеткен іш барлық әйелде проблема және оған көмектеседі вакуум жаттығуы. Менің сіңілім сіздерге вакуум жаттығуының қалай жасалу керектігін көрсетеді. Сәлем достар, менің есімім Ақбала, Айнагүлдің сіңлісі боламын. Мен де сіздер сияқты жаңадан туған анамын. Мен арықтауды 80 келімен бастадым. Қазіргі таңда арықтауды бастағаныма 3 ай болды, минус 16 килограмм менде. Алла қаласа, тағы да арықтауға деген құлшынысы ниетім бар. Менде цель 55 килограмм. Сол мақсатыма жетуге әлі де тырысып жатырмын. Жалпы мен арықтауды босанған соң қызым 2 айға толған кезде бастадым. Қазіргі таңда қызым 5 айлық. 3 ай болды мен арықтау марафонында жүргеніме. Минус 16 килограмм менде. Жалпы маған Айнагүл арықтауды баста деп көп уақыт айтты, бірақ мен тыңдаған жоқпын. Яғни менде желание, ниетім болған жоқ арықтауға деген. Когда маған күйеуім айтты, сен семіріп кеттің, толып кеттің, арықта деп. И сол кезде менің басыма жетті. Сол күннен бастап мен арықтауды қолға алдым. Сонымен қызым 2 айлық кезінде жеміс-жидек көкөністерді ақырындап жеп, қызымның ішін үйретіп бастады. Ал тамақтануды, барлық тамақтарды жей бердім, бірақ мөлшермен ақырындап, тоже оларды да баламның ішін ақырындап үйреттім. Ойладым, баламда іші ауырады, сүт шықпай қалады деп, жоқ, керісінше сүт бұрынғысынан маңызды, құнарлы болып шықты. Менде, Аллаға шүкір, қызымның денсаулығы өте жақсы. Сәлем. Мен қазіргі таңда тек қана өзім еміземін, қосымша тамақ, смесь, ештеңе бермеймін. Және менде босанған соң ішім қалып қойды. Босанғаннан соң менде фартук ішім қалып қойды. Яғни фартук сияқты іш қалып қойды. Ал маған оны кетіру үшін дұрыс тамақтанумен қатар вакуум жаттығуы көмектесті. Сіздерге фартук болған ішімді осында қалдырамын, көріңіздер. Дәл қазір мен сіздерге вакуум жаттығуының жасалу техникасын көрсеткім келіп тұр. Жалпы қыздар, менде дәл қазір салмағым 64 келі, менің бастағаныма небәрі 3 ай болды, ішім толық кетпеген, бірақ бұрынғысынан әлде қайда нәтиже бар. Қыздар, вакуум жаттығуын жасамастан бұрын ең алдымен дем алуды үйреніп алу керек. Яғни дем алу болғанда дұрыс дем алуды үйрену керек. Ол үшін жерге жатасыз, үстіңізге бір қағаз қоясыз, яғни аппақ қағазды қоясыз. Ішіңізбен дем алған кезде аппақ қағаз қозғалу керек, яғни қимылдау керек. Қалай дем аламыз? Ол үшін біз мұрынмен тыныс аламыз. Мұрынмен тыныс алған соң ауызбен оны шығарамыз. Мұрынмен тыныс аламыз барынша және барлық ауаны ауызбен шығарамыз. Дәл сол кезде бізде қағазда жылжиды және вакуум жаттығуы дұрыс шығатын болады. Вакуум жаттығуының ең бір техникасы демді дұрыс ала білу керек. Вакуум жаттығуын күнде жасасаңыз, сізде нәтиже болады. 5 секундтан бастап 15-25 секундқа дейін апарсаңыз, нәтиже 1 айдың ішінде болады. Кем дегенде 5 сантиметрге ішіңіз қысқаратын болады. Вакуум жаттығуын жасайтын кезде бірінші мұрынмен тыныс аламыз. Алған барлық ауаны ауызбен шығарып тастаймыз да, және 90 градусқа сәл иіліп, ішімізді жаңағыдай жақсылап ішке қарай тартамыз. Яғни кіндік артқа қарай тартып тұрған сияқты болуы керек. Вакуум жаттығуын міндетті түрде аш қарында жасау керек. Және кіші дәретпен үлкен дәретке барып келген соң ғана жасау керек.
вакуум жаттығуын жатып та жасауға болады, отырып та жасауға болады, жаңағыдай осылай бір орында тұрып та жасауға болады. Егер де енді үйреніп жүрген адам болсаңыз, онда вакуум жаттығуын жатып жасап үйреніп көріңіз. Яғни мұрынмен тыныс аласыз, ауызбен барлық ауаны шығарасыз және ішіңізді ішке қарай тартасыз. Ал аяқтың деңгейі иықтың деңгейімен бірдей ашық болуы қажет. Енді үйреніп жүрген адам болсаңыз, сізге 25 секунд ұстап тұру қиын болып тұруы мүмкін. Ең басында 5 секундтан кейін 10 секундқа, 15 секундқа апарып, ақырын өзіңізді үйретіп бастаңыз. Вакуум жаттығуын жасауға болмайтын адамдар да бар, яғни кесар тілігінен босанған аналары, асқазанында жарасы бар, гастрит, язвасы бар адамдар, бүйректе өте тас бар адамдарға вакуум жасауға болмайды. Кесар тілігінен босанған болсаңыз, босанғаннан кейін 6-7 айдан кейін жасауға болады, бірақ дәрігермен кеңесіп, гинекологқа барасыз, жасауға бола ма, ол жағын гинекологпен ақылдасасыз. Вакуум жаттығуы барлығына бірдей бола бермейді, қыздар, өзінің кері көрсеткіштері бар. Егер де вакуум жаттығуын жасап жүріп кейін тастап кететін болсаңыз, ішіңіз қайтадан шығып кетуі мүмкін. Сол үшін күнделікті ерінбей таңертең тұрып вакуум жаттығуын жасауды әдетке айналдырыңыз. Ал қыздар, вакуум жаттығуының жасалу техникасы осылай. Сіздерге көмегім тисе әрине қуаныштымын. Вакуум жаттығуын 1 ай үзбей жасайсыздар. Вакуум жаттығуын бастамас бұрын талияларыңызды өлшеп аласыздар. 1 айдан кейін өлшесеңіздер, 1 ай тоқтамай вакуум жасау керексіздер. Сол кезде нәтижесін көресіздер бұйырса. Қыздар, босанғаннан соң артық салмақтан арылғыларыңыз келсе, фартук іштен арылғыңыз келсе, марафонға келіңіз. Мен кураторлық қызмет атқарамын, сіздермен жұмыс жасаймын, қатаң қадағалауда боласыздар. Қыздар, арықтағыларыңыз келсе, каналға тіркеліп, үліпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, келесі шыққан жаңа видеоны жіберіп алмайсыздар. Сіздермен болған мен Ақбала. Неден бастап айтам? 55 келі болған кезде сіздермен. 1, 2, 3 кетті ма? 55 келі болған кезде сіздермен тағы да жүздесеміз. Сау болыңыздар. Вакуум жаттығуын жасап жүріңіздер. Бастапқыда 10 рет, сосын 20 рет, 30 рет солай көбейтіп жасай бересіздер.